Сәлем достар, бүгін біз осындай молочная девочка тортының рецептімен бөлісеміз. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқа, қойытылған сүт құйып, ол екеуін жақсылап араластырамыз. Кейін електен ұн мен қопсытқышты араластырып, електен өткіземіз. Бізде осындай масса шығуы тиіс. Сосын формамызды жақсылап майлап, осы қамырдан 3 ас қасық құямыз. Сосын оны шпательдің көмегімен жұқалап жайып шығамыз. Сосын қызып тұрған пеште 9-10 минут пісіріп аламыз. Осындай түске енгенше. Менде барлығы 6 корж шықты. Оған крем дайындаймыз. Ол үшін салқын сливкеге қант ұнтағын қосып, бір рет миксерлеп аламыз. Миксерлеп болған соң, оның үстіне творожный сыр, яғни сүтбелі ірімшікті қосып, өз формасын ұстайтындай қою крем болғанша миксерлейміз. Енді тортты жинаймыз. Бұл үшін подложкаге коржды аударып саламыз және оның үстіне кремді жағамыз. Және осының барлығын қайталаймыз. Және соңғы коржға келгеннен кейін оны қойып, торттың жан жағын және бетін әдемілеп тегістеп шығамыз. Сосын оны тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Осымен біздің тортымыз дайын, бірақ мен оны сәндеймін. Сол үшін мен осындай вафельный крошки пайдаланамын. Вафельный крошкидің рецебті біздің YouTube каналымызда бар. Осы вафельный крошкиді алып, торттың жан жағына жабыстырамыз. Осымен біздің молочная девочка тортымыз дайын. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Және осы видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар.